өтетін тақырыбымыз сан есімдер туралы болады. Жалпы жоспармен таныса өтетін болсақ, сан есімнің анықтамасы және де оның морфологиялық сипаты. Жалпы бұлар синтаксистік морфологиялық сипаттары, бұлар өте күрделі тақырыптар, сондықтан мен тек сан есімге байланысты жеңіл айтылып өтетін маңызды тақырыптарды айтатын боламын. Бірінші сан есімнің анықтамасына тоқталамыз. Жалпы сан есім аты айтып тұрғандай сандарға байланысты сөз табы болып табылады. Жалпы ережесі мынандай: заттың санын, мөлшерін, ретін, шамасын білдіретін сөз табы, яғни кез келген бір заттың саны болады, мөлшері болады. Соны білдіреміз, ол біз сан есім арқылы. Яғни сан есім жеке айтылғанда абстракт сандық ұғымдың атауы болғандықтан, нақты мағыналары басқа сөздермен қарым-қатынасқа түсетін кезде оларды сан жағынан анықтау барысында анықталады. Яғни басқа заттармен оның мөлшеріне байланысты біз ажырата аламыз. Мысалы, кітап, үш кітап деген сияқты. Бұл жердегі үш деген сөз сан есім, яғни заттың абстрактілі тұрғыда оның сан мөлшерін білдіріп тұр. Келесі, сан есімдер морфологиялық құрамына қарай екіге бөлінеді. Олар негізгі сан есімдер және туынды сан есімдер. Жалпы негізгі сан есімдерге тоқталатын болсақ, олар аты айтып тұрғанда, яғни дара, яғни бір түбірден жасалған сан есімдер. Мысалы, 1, 2, 3, не болмаса 6, 9 деген сияқты бір ғана түбірден тұр, иә? Оны біз негізгі деп айтамыз. Келесі, туынды сан есімдер. Ол жерде енді туындап тұр, яғни түбір сөзден қосымша жалғану арқылы жасалғанды біз туынды сан есім деп айтамыз. Мысалы айтатын болсақ, ыншы, ау, ер, тай қосымшалары қосылу арқылы жасалынады. Біріншіден қараймыз. Бір, ол негізгі сан есім, ал інші жалғанғаннан кейін, қосымшасы жалғанғаннан кейін бірінші болып туынды сан есімге айналып тұр. Мысалы, 10, оныншы, 2, екеу. Екі ол негізгі сан есім еді. Екеу, яғни еу деген қосымша қосылып, әріпі түсіп қалып, бұл жерде туынды сан есім қозғалып тұр, жасалынып тұр. Міне, 40-тай, 50-дей деген, тай-дей деген шорнақтарда, қосымшаларда жалғана береді. Келесі бізде дара сандар, яғни дара сандардың атаулары, яғни тек қана бір түбірден тұрады. 50, 40, 80, 90, 100, 1, 2, 3 деген сияқты. Міне, тіпті мыңнан, миллионнан да жоғары сандар, миллиард, триллион деген сандардың өзі дара сандар. Неге? Өйткені олардың жазу таңбасы, мысалы жазған кезде цифрлар көп болғанымен де айтылған кезде олар дара сандар болып аталынады. Өйткені біз оларға түбірінің дара, бір ғана түбірден тұратын байқалып тұрамыз, иә? Көрініп тұр. Егерде 205, 699 деген сияқты бір-екі сандардан қосылу арқылы жасалынған болса, онда олар күрделі сандар болып табылады. Ал бұл жерде бір ғана түбірден болғандықтан дара болып келеді. Міне, мына жерде айтылып тұр, беріліп тұр мысалдар. 18, 1965 деп. Бұл жерде дара сандардан құралған күрделі сандар шығып тұр. Бұл өте оңай ажырату. Көбіне туынды мен күрделіні оқушылар шатасып жатады. Туынды ол түбір бар және оған қосымша жалғану арқылы жасалынып тұр. Яғни туындап тұр. Ал күрделі, яғни күрделенген түрі. Мысалы, күрделеніп беріп тұр ғой, екі сан қатар келіп тіркесу арқылы, сондықтан ол күрделіге жатады. Негізгі дара дегендер, олар түбір сөз. Екеуінің де анықтамасы бірдей. Алайда туынды мен қосымшаны шатастырмауымыз қажет. Келесі біз айтатын боламыз сіздерге өте маңыздыларынан айтып өтейін. Қазір синтаксис қызметіне байланысты айтып өтейін. Сөйлем ішінде атқарғанда негізі пысықтауыш қызметін атқарады. Сан есімдер пысықтап тұрады. Жалпы сан есімдердің түрлері бар. Міне, оның біріншісі есептік сан есім. Есептік сан есім
жалпы заттың, сан есімнің туған сандық белгінің немесе іс-әрекеттің амалдың ұзын санын, сандық мөлшерін білдіреді. Яғни есептік. Кез келген бір санды. Мысалы, 6 орындық келді. Бұл жерде жинақтық, болжалдық емес, есептік. Жай ғана неше? 6 орындық деген секілді есептік. Яғни бұл жерде жай ғана есеп, сан. Қосымша қосылмаған, ешқандай қосымша жалғанбаған, жалғанбаған, сондықтан бұл есептік болып табылады. Келесі реттік сан есім. Бұл жерде ыншы деген жұрнақтар жалғанады. Мысалы айтатын болсақ, Тамара атты 7-ші класста оқып жүрген жалғыз қызым бар дейді. Тамара атты 7-ші класста оқып жүрген жалғыз қызым бар. Бұл жерде сан есімді табайықшы. Бұл жерде 7-ші деп тұр. 7 ол түбір, яғни негізгі болып тұрса, ыншы қосылып тұрғаннан кейін ол туынды сан есімге айналып кетіп тұр. Және де сан есімнің ішіндегі реттік сан есімге жатады. Неге? Ыншы деген жұрнақтар жалғанып тұр. Келесі жинақтық сан есім. Бұл жерде жинақтау, ау деген жұрнақтар қосылу арқылы жасалынады, яғни жинақтап айтылып тұрады. Түйе 1, ат 2, қасқыр 5 жинақтап айтып тұр. 5, 6, 7, ау деген секілді жұрнақтар жалғанады. Келесі топтық сан есім. Топ-топқа бөлген кезде біз айтамыз. 6-6-дан отырыңдар балалар. Бұл жерде тан деген қосымша жалғанып тұр, яғни 6-6-дан, яғни топқа бөлген кезде айтылады. Сондықтан бұны топтық сан есім деп ассоциация арқылы жаттауға болады. Келесі болжалдық сан есім. Яғни болжалдық аты айтып тұр ғой, өзінің барлық сан есімдердің негізі оңай жатылып тұр, ол өздерінің берілген атауларын келтіріп алуға болады. Топтық па, значит, топқа бөлген кезде айтылады. Реттік па, ретке бөлген кезде айтылады деген секілді. Болжалдық па, демек, болжау мәнінде айтылып тұр. Мысал келтіретін болсақ, салтанатты басқаруға 300-дей мейман келеді деп күтілуде. 300-дей, 100-дей. Бұл жерде болжап айтылып тұр. Нақты айтып тұрған жоқ қой. 300 қонақ келеді деп тұрған жоқ. 300-дей деп шамалап, болжалап айтып тұр. Сондықтан бұл болжалды сан есімге жатады. Жалпы ажырату өте оңай. Келесі бөлшекті сан есімдер. Демек, бөлшек деп айтылады. Мысал келтірейік бірден. Халық арасында жүргізілген сауалнама нәтижесі бойынша жаңа санға халықтың 3-тен 2-сі қарсы. Яғни 3-тен 2-сі. 5-тен 6. 6-дан 5. 10-дан 5-і ғана жауап берді. Бөлшек деп айтылып тұр. Мысалы, тіпті математикалық тұрғыдан 5-тен 3-ті азайт. 5-тен, бұл жерде тан-тен деген секілді бөлшектеу, азайту деген секілді қосымшалар қолданылып, бөлшектік сан есімді ажыратуға болады. Келесі, жалпы осы барлық. Міне, сан есімнің түрлері бөлшектік, болжалдық, топтық, жинақтық, реттік, есептік болып табылады. Яғни сан есімнің 6 түрі бар. Міне, және де біз сан есімге қорытынды жасап өтейік. Жалпы сан есім бойынша не білуіміз керек? Сан есім деген не үшін қолданылады, қандай сұрақтар бар? Біз жаңа айтып өттік. Неше, қанша, нешінші дегендей. Келесі оның түрлері. Морфологиялық түрін айттық жаңа ғана. Міне, негізгі және туынды. Және дара және күрделі болып бөлінеді. Ол өте оңай ажырату. Келесі оның синтаксистік қызметі пысықтауыш. Яғни сөйлемде пысықтауыш қызмет атқарады. Келесі оның 6 түрі бар. Ол есептік, реттік, жинақтық, топтық, болжалдық, бөлшектік. Не болды? Сан есім туралы білетін бар ақпаратымыз осы мектеп бағдарламасында, ал университет қабырғасында бұдан тереңдетіліп, қай ғалым осыны зерттеді деген секілді ғылыми түрде білетін боласыздар. Ал мектеп бағдарламасындағы сан есімнің беру анықтамасы осындай. Сондықтан білу керек ақпаратты айтып өттім. Білім барлығыңызға пайдалы болсын. Және де сау саламатта болыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.